Балалар не істеп жатсыңдар? Мен Айшаттың шашын өріп жатырмын. Мына резинкамен байлап жатырмын. Абайға сен? Мен көйлектермен ойнап отырмын. Мен сайып отырмын. Балалар, біреуің шар, біреуің көлік, біреуің резинке деп жатырсыңдар. Ендеше менімен бірге осы резинке материалы туралы қызықты тәжірибе жасауға дайынсыңдар ма? Иә. Балалар, менің қолымдағы мына резинкені өндірісте, тұрмыста 40 мыңнан астам бұйым жасалынады екен. Қараңдаршы, олар не? Өлшемдер, дөңгелектер, жүзуге арналған шапкілер, доптар, резинке етіктер, резинке ленталар. Бұлардың барлығы да мына резинке материалдар жасалынады екен. Ендеше балалар, бірінші біздің тәжірибеміз мына резинке серпімді ме дейді. Оны біз анықтау үшін Ибраким мен Абылайханға осы резинкені тартуын сұраймыз. Ал жігітсіңдер ғой балалар, тартыңдар қане. Бар күшімізбен тартамыз. Жайлап орнына жібереміз. Не байқадыңдар? Не байқадыңдар? Созылды. Резинке созылды тартқанда. Ал жібергенде қапалылмай деген. иә, қайтадан орнына өзінің қалпына келеді екен. Демек, резинке серпімді материал екен. Екінші тәжірибеміз резинке суға жақсы өткізе береді. Ол үшін мен Айшатқа мына қолғапты берейін, матадан жасалынған, ал Аялаға резинкеден жасалған қолғапты берейін. Қолымызға киеміз. Ал қыздар, кидік пе? Қолымызды суға салайық. Енді аламыз.Айлап шешіңдер қолғаптарыңды. Аяла, қолың қандай көрсете ғой? Не? Қатты. Құрғақ, құрғақ қолың. Қараңдаршы, Аяланың қолы су ма? Жоқ. Ал Айшат, сен қолыңды көрсете ғой? Су. Қолың су ма, құрғақ па Айшат? Су. Су. Демек, мата суды өткізеді, ал резинке суды өткізбейді екен. Жарайсыңдар. Енді бізде үшінші тәжірибеміз резинке суға бата ма, әлде жүзе ме деп аталынады. Мына резинке ойыншықтарды алыңдар. Мына тұрған суға салайық. Батты ма? Болмаса бетінде жүзіп қалқып жүр ме балалар? Ал, айтамыз. Батып жүр ма? Батып кетті ме? Жоқ. Судың бетінде қалқып жүзіп жүр. Бұдан шығатын қорытынды не балалар? Резинке суға бата ма, батпай ма? Батпайды, бетінде жүзіп қалқып жүреді екен. Жарайсыңдар. Енді бізде келесі тәжірибеміз резинке ауа өткізе ме деп аталынады. Ал үрлейміз. Ал үрлей. Қане Аяла, Айшат үрлей ғой. Қараңдаршы балалар. Мына шардың ішінде не бар? Ауа бар. Біз үрлеген сайын шардың ішіне ауа жиналып жатыр, иә? Ауа сыртқа шығып кеткен жоқ. Бұдан шығатын қорытынды резинке ауа өткізбейді. Өзінің ішінде не сақтап тұр шардың. Жарайсыңдар. Бізде ендігі тәжірибеміз резинкенің иісі бар ма деп аталынады екен. Қане, мынаны Абылайхан, сен шарды иіскеп қарайсың. Сен үйрек иіскеп қара. Ал қараңдар, иіскеп балалар. Иісі бар ма? Иә, резинкенің өзіне тән иісі бар екен. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сендерге тәжірибе жұмыстары ұнады ма? Иә, біз резинкенің ауа өткізбейтіндігін, су өткізбейтіндігін және серпімді, иілгіш материал екенін білдік. Рахмет сендерге балалар.